Бірінші тапсырма шардың қимасы. Мына шардың қимасы деп отырған мынау төбесіндегі. Және радиусы деп отырған бұл жерде. ОА бұл радиус, я? Бұрыш ОАВ 45 градус. Яғни ОАВ мына жер 45 градус делінген. Демек, мынау тікбұрышты үшбұрыш. Мынандай тікбұрышты үшбұрышқа былайынша айтқан кезде мына жер О1 болып тұр, мынау О болып тұр, мынау А болып тұр. Мына жер 45 градус болса, демек, мынау да 45 градус деген сөз. Демек, бұрыш ОАВ мен бұрыш О екеуі тең 45 градустан. Бұрыш О1 90 градус. Қима ауданы. С қима бізде 8π сантиметр квадрат болса, шар бетін табыңыз. Енді бізде қимасы деп отырған жаңа шеңбердің ауданы ғой. Яғни πr 2πr квадрат бізде 8π-ға деп тұр. Пи мен пи қысқарып кетсе, r квадрат 8-ді 2-ге бөлем 4. Сонда r деген плюс минус 2-ге тең, енді болса да r минус 2 бөгде түбір болады. Бөгде түбір декті r 2-ні аламыз. Яғни бізде мына жерім 2-ге тең болса, айттық мына жерде 45 градусқа тең болса, мынау да 2-ге. Демек, О1 А тең О1 Оға екеуі де 2 сантиметрге тең. О Аны табанмен. О бұл жерде радиус болып тұр, үлкен радиус. Демек, 2-ның квадраты қосам 2-ның квадратына 4 түбір асты 8 болып тұр. Енді шар бетін ауданы бізде S 4πr квадрат. 4πr квадрат бізде. Мынау АО деп отырғаным түбір асты 8-ге тең. Жаңа айттық АО мен радиус екеуі тең деп. Демек, түбір асты 8-дің 2 дәрежесі. Сонда 32 π сантиметр квадрат. Жауабы S. Шар бетін ауданы 32 π сантиметр квадрат. Екінші цилиндр бүйір бетінің жазбасы тіктөртбұрыш. Жалпы бүйір беті деп отырғаным жазбасы 2πr h-ға тең. Тіктөртбұрыштың диагоналы 6 дейді, ұзындығы 30 градус жасайды дейді. Диагоналы 6 сантиметр дейді. Демек, бұл жерде S-ті деп отырған бұл жерде H-ті білдіреді, ол 3-ге тең. Себебі 30 градусқа қарсы жатқан қабырға мына гипотеза жартысына тең деген бар. А сызбасы салынды. Енді Б бізде табан радиусы мен биіктігін табыңыз дейді. Енді осы жерде мен А-дан табайын. Жалпы бізде ВС деп отырғаным 2πr-ге тең. Енді тіктөртбұрыштың диагоналы берілген, ол табан радиусы тап дейді. Осы жерде біз А-дан тауып көрейік шал. 36-ның квадраты 36, азайту 3-дің квадраты 9, 27. Деген 3 түбір астында 3-ге тең. Енді бізде ады мен 2πr тең болғандықтан мына формулаға қойып, яғни 2πr-ің 3 түбір асты 3-ге тең, көбейтемін биіктікке, сонда 9 түбір асты 3 сантиметр квадрат. Енді мынауға бүйір бетінің формуласына қойып жатырмын. Енді осы жерден ашсам 2πr h деп отырған 3-ге тең радиус тауып алсам деп қоямын. 9 түбір асты 3.
Так, осы жерде R тең 9 түбір асты 3. 2, 3 пиді бөліп жерім. 3-ке тең, сонда 1,5 түбір асты 3 бөлінген пиға тең болып тұр. Радиус. Бізде S цилиндрдің толық бетін ауданын табуымыз кереккен. Толық бетін ауданы 2πr квадрат қосылған 2πr h-ға тең. Так, 2πr квадрат деп отырғаным 3 бөлінген 2 пи түбір астында 3-дің квадраты 2πr. Так, r-дің орнына біз тағы да 1,5 түбір асты 3 пи қоям. H-тың орнына 3 қоям. Мына пи мен мына пи кетеді. Мына жерде мынау 2 пи 27, мынау 4 пи квадратқа тең. Квадрат мен пи кетеді, мына жерде кетеді 2 қосылған 2-ге 1,5-ді 3, 3-ге 3, 9 түбір асты 3. Сонда жинақтасақ, мынау өз кішкене түсініксіз есеп болып тұр. 26, 13 жарым пи қосылған 9 түбір асты 3 сантиметр квадрат деп алайық. Өте басқаша. Себебі бұл жерде жазба берілген. Диагонал. Үшінші конустың бер бетін ауданы. S бер бетін ауданы 100 пи сантиметр квадрат. L жасаушысы 20 сантиметрге тең. Конустың табан ауданы. Яғни бізде конус салайық. Яғни конустың бер бетін ауданы PRL. Сонда 100 пиді теңестірем PRL деп отырғам 20-ға тең. Пи мен пи кетеді, R деп отырғам 100-ді 20-ға бөлсем 5 болады. 5 сантиметрге тең. Енді табан тапсам, S табан деп отырғаным, мынау ғой 20 деп отырғам, мынау жерге тең. Жер табу керек, радиусы сонда 5-ке тең. Енді бұл жерде пр квадратқа тең табаны pr квадрат, яғни шеңбер ғой. Пи 5-дің квадраты 25 пи. Жауабы S табаны 25 сантиметр, 25 пи сантиметр квадрат болды. Төртінші қиық конус табандарының радиусы 3 дециметр, 7 дециметр, жасаушысы 5 дейді. Сызбасын сызыңыз. Так, бізде сызбасын сызуым керек. Бір шеңбер, екі шеңбер. Так, жинақтайық сәл. Яғни, мына жерде 3 дециметр, мына жерде 7 дециметр. Так, В, С, Д. Бізде биіктік. Бұл жерде радиустар ғана. О,
О1. Демек, ОС ВС-ға қай кезде тең болады? 2 есе үлкен болғанда. Демек, осы деп отырған бізде 2 көбейту 3, 6 дециметр болса, сол сияқты Оды деп отырғаным қай кезде адыға тең болады? 2 есе үлкен болғанда. 2 көбейтілген 7, 14. Қиық конустың биіктігін тап деп тұр ғой. Енді мына жерде мен биіктік жүргізем. Мына жер 3 болса, мына жер бізде 4. Жасаушысы 5 деп тұр. Пифагор теоремасын арқылы қолдансам болады. Яғни аш биіктік табу үшін 5-дің квадратын азайтам 4-дің квадратын. 25-тен азайтам 16-ны 9. 9-дан бізде 3 шығады. Енді бізге биіктігі табылды. Бұл бізде Б. С қиық конустың осьтік қимасының ауданы. Бізде осьтік қимасының ауданы А, В, С-ды бойынша трапеция болды. Трапецияның формасын қолданам. В-сыны қосамын А-дыға бөлем 2-ке көбейтем биіктікке. Орнына қоям. В-сы деп отырғаным 6. А-ды деп отырғаным 14. 2 биіктік деп отырғаным 5. Сонда 6-ға 14, 20-ны бөлем 2-ке көбейтем 5-ке. 10. 10-ды 5-ке 50. Жауабы В-С-ды осьтік қима, яғни 50 сантиметр квадрат болады.